Бірінші қазақ тілінде енгізілген парламентке 3 заң жобасының бірі осы Түркістан қаласының ерекше мәртебесі туралы заң жобасы. Яғни басынан бастап бұл қазақ тілінде жазылған заң жобасы. Қынжыла мақтанатын нәрсе ғой, әйтеуір жетістікке жеткен, осыған жеткеніне мақтануға болатын шығар. Бірақ осынша жылдан кейін жеткені әрине қынжылатын, ұялатын нәрсе. Енгізіп жатыр ғой қазір. Заңдардың басым көпшілігін қазақша жазу керек, барлығы қазақ тілінде жазу керек деп. Оған енді бұған дейінгі аудармада да қиыншылықтар көп кеткен. Біз мысалы кезіндегі Міржақыптардың, Халелдердің жазып кеткен заңдарындағы терминдерді пайдаланатын болса, онда халыққа түсінікті болатын еді. Қазір кейбір аудармаларды өзіміз қайта-қайта, мына не айтқыларың келіп еді, мен деп үш сұрап барып түсінетін жағдайдамыз. Енді мақтануға тұратын іс емес. Негізі заңды үкімет жазған кезде жобасын үкімет дайындайды ғой. Сол жерде заңды орындаушылар бар. Олардың көбінің тілі орыс тілінде ыңғайлы. Сондықтан жазып әкеледі. Бұл заң енді қазақ тілінде үкіметтің осы биылғы жылы қазақ тілінде 3 заңды алып келді. Соның бірі, жалпы соның өзінде де біз қазақтар 1-2 сындар айттық, киелілік деген сөз жоқ деп мысалы, бізде сол қазақ тілінің мамандарының арасында да бір көзқарас қалыптаспай жатады. Соған да байланысты болар, терминологиялық тілдерді қалыптастыру кішкене ауыр болып жатыр. Бірақ келесі жыл тағы да бірнеше заң қазақ тілінде келеді. Сонымен қатар айтып кетейін, жалпы әділет министрлігімен бірлесе отырып, біз қазір таза бізге келіп жатқан заңды, егер бірінші рет жазылған болса, өзгерістер мен толықтырулар емес, оны қазақ тілінде бір сараптамадан өткізіп жатырмыз. Әбден мәжілісте талқыланып біткеннен кейін. Содан кейін бір рет қазақ тілінде қарап жатырмыз. Ол да мен ойлаймын, негізі қазақиландыруға ыңғайлы. Енді бұл жерде заңды жазуға, заңды әзірлеуге бастамасы ол 3 институттың қолында. Бірінші президент, екінші парламент, үшінші үкімет. Бүгінгі таңда сіз айтып тұрған мәселе ол үкімет әзірлеген заңдарда болып тұр. Депутаттық корпус өзінің әзірлеген заңдарында қазақ тіліне басымдық беріп тұр. Сондықтан да біріншіден қазақ тіліндегі заң терминдерін бір ретке келтіру қажет деп ойлаймыз. Сонымен қатар заңды жалпы халыққа түсінікті тілде жазу мәселесі көбінесе айтылып жатыр. Сол тұрғыдан бәрібір де сұраныс жоғары. Бүгінгі таңда азаматтарымыздың құқықтық сауаттылығы және құқықтық сауаттылыққа сұраныс жоғары. Жалпы қате көп болатын. Мысалы бір заңда осында келген қазақ тілінде жазылып қойған бұл заң конституцияға қайшы деп, соны ешкім көрінбеген келген. Сосын аяқ жағында біз қабылдаған кезде орыс тілінде қайшы емес, қазақ тілінде қайшы деп жазылып кеткен, сөйтіп келген. Сондай сияқты енді қазақ тілі мәртебесін көтеру үшін бірте-бірте өзгертуіміз керек. Қазір енді жұмысын тоқтатқан конституциялық кеңестің түсіндірмесіне жүгінетін болсақ, онда қазақ тіліндегі нұсқасы негізгі болып есептелу керек. Бірақ шынайы өмірде оны қолдану мүмкін емес. Өйткені 2024-те ғана үкімет бізге алғашқы 3 заңды қазақ тілінде дайындап берді. Оны енді басқасына аздап өзіміздің де қатысымыз бар. Оған дейін заңдардың барлығын үкімет бізге тек қана орыс тілінде дайындап келді. Негізінде практик заңгер ретінде айтатын болсам, негізінде орыс тіліндегі нұсқасын басшылыққа аламыз негізінде. Бірақ ресми түсіндірмеде екеуі өзара тең деп есептеледі, бірақ екеуінің арасында қарама-қайшылықтар өте көп. Мен бұл мәселені 2023 жылы менің әріптесім Үнзила Шапаққызы көтеріп, мен ол кісінің депутаттық сауалына қосылған болатынмын. Сонда ол кісінің көтерген мәселесінің ішінде ең маңызды бөлігі 91 жылдан бері қабылданған бүкіл заңдарды қайтадан ревизиядан өткізу. Өйткені қазақ тіліндегі нұсқасы сәйкес келмейді.